Ал ишкарасы таанышканыма бүгүн кубанычтымын. Мен де. Сизди осы биздин конак-жаларыбызга осы келгениңизге рахмет. Жалпы сизге караганда калай, унап атырбы? Зор. Бұның алдында енді әр жақтың салты басқа, иттер қара қасқа дейді ғой енді. Әркім өз шамасына қарай, әркім өз қонақжайлығына қарай, салтына қарай күтіп атады. Сол жерде енді әр қалаға барамыз, аяғымызды жерге тигізбей барлығы да әйтеуір көңілден шықсам екен деп жатады ғой. Келгеннен бастап сый сияпат тапсырып, дастарханды жайнатып қойып, өте керемет ұнады бізге. Қазақи нақышта шапан сыйлап Бағлан екеумізге. Алла разы болсын сіздерге. Жаңағы шығып атқан шашликтердің өзінің де дәмі өте керемет. Майөкпеде жасаған кезде жейміз ғой, сондай дәмдер екен. Алла разы болсын. Рахмет. Мен мысалы бастап келе жатқан блогермін. Енді сіз маған қандай бір тілек айтар едіңіз, или совет берер едіңіз бе, маған ақылыңызды қандай айтар едіңіз? Енді көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді дана қазақ. Сол сияқты мен бір ойбай көп жасап тастадым, көпті көріп тастадым деп айтамаймын. Бірақ өмірдегі түйгенім, бір нәрсені мақсат тұттың ба, содан қайтпау керек екен. Жан жаққа мынаған секіріп, анаған секіріп, бұл болмайды, анауын көрейін, мынаны көрейін дегенмен уақыттың сонымен өтіп кетеді. Одан да уақытты сол бір нәрсемен өткізген дұрыс. Өйткені Құдай да өзі бір салаға салатын болса, ол салаға бекер салмайды деп ойлаймын. Сабақ болады, содан жемісін жейсіз. Сол сияқты істеп жатқан мынау ісіңізге береке. Жаман іс емес, өте кереметсіз. Бұрын таксист болған екенсіз, одан кейін блогерлікпен айналысып, осы салаға көшкен екенсіз. Менде жолдас балдарым бар, мысалға. Пойызда жүрген, зарядчик сатқан, өмірі қиын болған, блогерлікті бастаған, біреуінің өзі банк еткізіп атқан бір видеосы. Соның қазір өзі жаңағыдай бизнеспен айналысып, үлкен деңгейде жүр мысалы. Сол сияқты адам еңбектену керек деп ойлаймын, не нәрсе болса да. Еңбегінің жемісін көре беріңіз, әдемі бастама менің ойымша. Рахмет. Рахмет сізге. Алла разы болсын.